Сәлем, бүгін сетебелей дайындайтын боламыз. Дәмі ерекше, дәмді әрі тез дайындалады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге дәл осы жерде сәбіз, пияз, болгар бұрышы, ащы бұрыш, укроп, чеснок, помидор қажет болады. Барлығын турап, дәл осылай мясорубкадан өткіземіз тазалап. Енді мен мясорубкадан өткізіп тұрғанда айтып кетейін, қыздар, мен басқа да банка жабу рецепттері видеоны соңына дейін қарасаңыздар бар. Міндетті түрде көріп шығыңыздар. Және де менің каналым ұнаса тіркеліп, лайк қойып кетуді ұмытпаңыздар. Дәл осылай бәрін турап болғаннан кейін, мясорубкадан өткізіп болғаннан кейін осылай кастрөлге құйып, бетін жауып қайнатасыздар. 20 минут көлемінде қайнап болғаннан кейін 20 минут көлемінде тағы да бетін ашып жай отты қайнатасыздар. Осы орайда қайнатпай жатып та қайнап болғаннан кейін де қоса бересіздер. Негізі тұз қосамыз, жарлығын жақсылап араластырасыздар. Газдың астын қосқан кезде бір келкі маса бойынша бірінші араластырып алыңыздар. Сәбізі бір жақта, чесногі бір жақта қалып кетпесін, қыздар. Дәл осы араластырып болғаннан кейін үстіне мен тұзды салдым. Тұзды салғанда мен граммдарын описанияға тастап кетемін. Қанша килограмм қолданғаным барлығын міндетті түрде описанияны қараңыздар. Тұздан кейін бір араластырып жіберіп, үстіне мен ақ май құйдым. Ақ майдың граммы да бір кесе көлемінде 15 килограмм помидорға. Дәл осы ақ май құйып болып, бетін жауып қайнатасыздар. 10 минутта қайнаса, тағы да бетін ашып, жай оты тағы жарты сағат көлемінде қайнатасыздар. Кішкене өзі керемет хош иісті болады. Арасында лавровый лист салып жіберіп, кейін алып тастасаңыздар болады. Дәл осылай стерилденген банкіге жауып шыға бересіздер. Бетіне уксус құйсаңыздар да болады, құймасаңыздар да атылмайды. Негізі, қыздар, міне осындай керемет сетебелей банкісі дайын, қыздар. Енді мына видеода қараңыздар, мен сетебелей банкісін жаптым, лечо жаптым, міне өте сочный, прям сулы болған, және де аджика жаптым. Ащы болғанмен дәмді, ішінде сәбізі керемет дәм шыққан. Вареньенің түрлерін жапқанмын. Барлығын рецепт менің YouTube арнамда болады. Менің YouTube арнама тіркеліп, осы видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздерді күтетін боламын.